Мына төс бұғана деген ет, төс бұғана бұлшық еті дейді қазақшасы. Осы қысқарса немесе үнемі кернеуде болса, мойын мен желкеде ауырсыну пайда болады. Ол кезде не істейді? Бас айналуы мүмкін, теңселу сезімі, даже құлақтағы шу, қысым, бастың ауруы, әсіресе самай жақ, көздің маңы, бастың алға шығып тұруы, асимметрия дейді. Сосын тыныстың үстірт болуы, кеудемен дем алу. Бұлшық ет көбінесе ұзақ стресстен, немесе телефонға еңкейіп бүйтіп қараймыз ғой, сол кезде қараған кезде қорғаныш позасы кезінде сосын қысқарады. Оның психосоматикасы да бар. Психосоматикасы төс бұғана бұлшық еті, сақтық, бақылау және қауіптену тақырыптарымен тығыз байланысты. Қысқару көбінесе мынаны білдіреді: мен әрдайым сақ болуым керек, айналама қарауылдап жүремін, өмірге немесе адамдарға сенімім аз, қателесуден, өйткені қауіптен қорқу, өткенде немесе болашаққа шамадан тыс алаңдау. Болашаққа адам бейсаналы түрде басын алға шығарып жүреді, мойны қысылып өз-өзін қорғау қалпына көшеді. Бұл мен дайынмын, қауіп бар деген дененің сигналы. Ал терапиялық мағынасы бұл бұлшық етті босағанда адам өз-өзін қауіпсізірек сезінеді, қауіпсізірек. Ол тынышталады, тыныс тереңдейді. Сол үшін қазір және осы жерде болу қабілеті артады. Мысалы, денедегі берілетін ішкі рұқсат: мен қауіпсізбін, барлығы бақылаудың қажеті жоқ, өмірге сенуге болады деген мағынаны білдіреді.